Когда жизнь дает тебе мандарины. Netflix ұсынған драма барша көрерменнің жүрегін жаулап үлгерді. Ты хорошо поработала деген атаумен де танымал. Бұл сериал өте жоғары дәрежедегі драма десем артық емес. Драманы толығымен көріп бітіргеннен кейін сезімімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Маған өте қатты ұнады. Міндетті түрде қайталап қарайтынымның драма екен. Бұл сериалда ата-анасынан жастайынан айырылған Эсон деген қайсар қыздың және Квансик деген Эсонды бар әлем ретінде көретін жігіт туралы болмақ. Басты рөлдегі Эсон мен Квансик бір-біріне деген махаббаты, құрметі, сыйлауы өмірлерінің соңына дейін еселеп артпаса азайған емес. Осы кезге дейін қаншама драма көрдім, бірақ аяғына дейін жылап қараған драмам осы біріншісі болды. Жылап қарадым дегенге бір қайғылы драма екен деп ойлап қалмаңыз. Сериал мелодрамаға, романтикаға толы болайын тұр. Эсон мен Квансик сол кездегі жоқшылық заманда екеуінің қаншама қиындықтардан мойымай қол ұстасып өтетіні, әрбір кішкене үлкенді қуаныштарына қуана білгені, барлығы керемет көрсетілген. Басты рөлде танымал әнші актриса Аю және керемет драмаларды ойнаған актер Пак Богом ойнайды. Екеуі де өз рөлдерін өте жоғары дәрежеде алып шыққан. Актерлік шеберліктеріне тәнті болдым. Бас үйге тұрарлық десем де артық емес. Драма Чеджу аралында түсірілген. Сіз бұл драмадан не көресіз? Анасының махаббатына зәру болған бала Эсон, арманшыл, алдына қойған мақсатына жетуге асыққан жас қыз Эсон, сүйікті жар болған Эсон. Ана Эсонды көресіз, бар өмірін, арманын, мақсатын балаларына арнаған. Әже Эсонды өмірмен арпалысқан, және де ақын жазушы Эсонды да көресіз. Эсонның өміріндегі әр кезеңіндегі қызықтары мен қиыншылықтарына куә боласыздар. Ал Эсонның сүйікті жары Квансиктің образын өте керемет берген. Квансиктің кедей күнін күнге жалғап өмір сүргеніне қарамастан, ол әйеліне деген құрметі, махаббаты, балаларына деген махаббаты тіптен ерекше. Бәрін соларды басып кетеді. Әкесінің әр баласын жалғызым деп көретіні, қызын қандай жанындай жақсы көретіні керемет көрсеткен. Әйел мен күйеудің, ана мен баланың, әке мен баланың қарым-қатынасы жөнінде жақсы сабақ алуға болатын драма. Ата-ананың қадірін өзің балалы болғанда түсінесің деген мақалда дәл осы драмаға айтылғандай секілді. Бұл драма жайлы айта берсең көп айтуға болады негізі. Көп естігеннен бір көрген дұрысырақ деп ойлаймын. Міндетті түрде көріңіздер. Драма жас талғамайды. Әр жастағы адамдарға көре беруге болады. Көз жастарыңызды сүртуге арнайы орамал дайындап қойсаңыздар. Ал көрген болсаңыздар комментарияға өз ойыңызды жаза кетіңіздер. Осы видеодан кейін көрсеңіз, өз ойыңызды, сезіміңізді келіп бөлісуді ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Драманы көргендеріңізге, өкінбейтіндеріңізге мен сөз беремін. Сау саламатта болыңыздар.